Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде қазір сауат ашу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар, әліпби. Сабағымыздың мақсаты оқудың түрлерін буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу, қолдану. Алдымен әліпбиді есімізге түсіріп алайық. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З, И, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, О, Ү, П, Р, С, Т, У, О, Ү, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш, айыру белгісі, О, Э, жіңішкелік белгісі, Ю, Я. Жарайсыңдар балалар. Балалар, ұлыстың ұлы күні Наурыз күні, Наурыз көже болады. Сонымен қатар ол күні қазақтың ұлттық тағамдары пісіріледі. Қазақтың ұлттық тағамдарынан қандай тағамдарды білесіңдер? Есімізге түсіріп көрейік. Жарайсыңдар. Қазір оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулығымыздан бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Мына жерде берілген Наурыз көже туралы мәтінді түсініп оқимыз. Өз ойыңмен бөліс. Наурыз қандай мереке? Наурыз көже қалай жасалады? Наурыз көже саған ұнай ма? Сен рецепт жаза аласың ба? Қазір балалар өз ойларыңмен бөлісіңдер. Жарайсыңдар балалар. Келесі бейнебаянда Наурыз көжені қалай жасалатыны туралы баяндайды. Мұқият қараймыз. Кәмшат! Шықсаңыз бері! Ой, асық, бұл маған ба? Я саған, ендігім келіп едің. Рахмет, асық, қандай әдемі гүлдер. Бұл не үшін? Менің туылған күніме әлі ерте ғой? Жай әншейін. Берген соң ала берсеңші. Жоқ, сен айтсаңшы, не үшін? Енді... Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Наурыз? Аты әдемі екен. Ол қандай мейрам? Торсығата айтқан. Көктемнің алғашқы айында 22 Наурыз күні күн мен түн теңесіп, жер анамызбен бүкіл тіршілік атаулы қайта оянып жанданады. Бұл күні ұлыстың ұлы күні жаңа жыл мерекесі. Түсіндің бе? Керемет! Жаңа жылды, яғни Наурызды қалай қарсы аламыз? Оны білмедім. Жүр, Торсығатаға барып, Наурыз туралы сұрап алайық. Бізге Наурыз туралы айтып беріңізші. Ята, біз Наурызды қалай қарсы алатынымызды білмейді екенбіз. Ілгеріде Наурызды бүкіл ел болып тойлайтынбыз. Нәурізек деген құс келген кез көктемнің шыққанын білдіретін. Ортаға үлкен қазан қойылып, 7 түрлі дәнді дақылдар қосылған Наурыз көже дайындалатын. Наурыз көженің дәмі тіл үйрер керемет болушы. Елдің бәрі Наурыз көжеден дәм татып, ән салып, бей-бейлейтін. Содан соң түрлі ойындар ойналатын. Қандай тамаша мереке, ата! Жаңа сіз айтқан Наурыз көжеге 7 түрлі дәнді дақылдар қосылады дедіңіз. Оларды атап айтыңызшы, мен жазып ала қояйын. Жаңылмасам бидай, арпа, жүгері, тары, ноқат, күріш және сұлы ғой деймін. Рахмет, ата! Кеттік, Кәмшат! Наурызекті күтеміз! Сау болыңыз, Торсығата! Сау болыңыз, Торсығата! Наурыз көже пісіргенде сізге ала келеміз. Ой, рахмет айналайындар. Наурыз көже ішпегелі қайсаман. Өркендерің өссін айналайындар. Жарайсыңдар балалар. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Екінші жаттығу көркем жаз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Наурыз мерекесі молшылықты білдіреді.
осы сөйлемдерді дәптерге көркем жазамыз. Содан кейін 4-ші жаттығу, өлеңді қатесіз көшіріп жазамыз. Жарайсыңдар балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.